Бүгін тағы да қызық басталады. Батылда Бағлантай Шәріп пен Арман кімнің әзілдері күшті екенін соңына дейін көріп пікірге жазып кет. Хақиқатты ана бала енді. Болса әкпесе, лақтырам қағып алсаңшы. Лақтырғанда ше дарбыз басаған. Лақтырма, ей. Бысмылла. Кешіріңіз. Кешіріңіз басеке. Мән бермеңіз. Айта беріңіз. Бізде сәт люстра дүкенінде қазіргі таңда өте ерекше акция болып жатыр. Біз барлық люстраларды қойма бағасында беріп жатырмыз. Арзан бағада. Күшті ғой, күшті ғой. 70 мың теңгеге сауда жасаған кісілердің арасында тұрмыстық техникаларды сыйлайтын боламыз. Ойбай. Тыңдасай. Басеке. Гантель көтеріп жүрсіз ба? Көтеріп жүрмін, конечно. Көтеріп аласыз ба қазір былай? Дәл қазір ма? Көрсетіңізші қалай көтереді? Вау! Бұдан да тез көтеруге болады ма? Тез. Тағы ба? Не түс көрдіңіз екен? Не аласың оны? Сіз салат кешіріңіз. Мынау ма сізге? Иә, осы люстраны. Гантелім қақты мен. Арман деген сен ба? Иә, мен. Бастаймыз ба? Бастайық. Ең маңызды сұрақ, ажыраспағансың ба? Жоқ, бұрын ешқашан тұрмысқа шықпағам. Мен де үйленбегім ғой. Сен айына қанша теңге табасың? Мен осы сұрайтынын білдім. Сол үшін жарты жылға бүкіл картамдағы выпискалар шығарып бердім. Қара. Что-то аз ғой. Еще наличный 50 мың теңгем жатыр үйде. Удастарыңды берші. Не үшін? Мә, сенің кредитный историяң ужас қой. Ертең саған ипотека бермейді ғой. Сенің атыңа асыламыз ғой. Маған да бермейді, менікі де быт-шыт болып жатыр. Если что, мен мама папамның история жақсы. Солардың атына асыламыз. Жарайды. Өзіңнің денсаулығың қалай? Жақсы, міне менің бүкіл медсправкаларым. Бәрі күшті, анализдарың жақсы. Грижа? Иә, сол. Емдей алмай жүрмше. Проблема ма не? Ол вообще проблема емес қой. Нұрлап клиникасы бар емес па? Нұрлап клиникасында грыжаны операциясы емдеу жүргізіледі. Науқастарға жеке таңдалған 5 түрлі емдеу курсы ұсынылады. ПРП терапия, УВЧ, магнит терапиясы, иглорефлексотерапия және лазерлік терапия. Барлық процедуралар тәжірибелі мамандардың бақылауымен өтеді. Сонымен қатар клиникада МРТ диагностикасы да бар. Жас соңына дейін емделу курсына 50 мың теңге жеңілдік. Мекен жайымыз Алматы қаласы, Рысқұлов 170А. Мә, қойшын ба? Маған номерін берші, мен жазылайын. Так, маған барлығы ұнап тұр, саған ше? Маған да ұнап тұр. Айтпақшы, сен өзің айына қанша табасың? 150 мың теңге. 150 мың теңге? Ойбай, сен декретный аз шығайын деп тұр ғой. Мен бағана бір қызбен келіскем, ода декретный 5 миллион болайын деп тұр. Мен онда бір айналып келейін. Тоқта, маған қалың мал керек емес. Қойш, это жирный плюс. Ал тойымызды не істейміз сонда? Если честно, давай той жасамай қояйық. Мен де солай ойлаймын ғой. Мәс саған. Онда барлығы маған ұнап тұр. Онда бетек қазір дұрыстап отыр. Шипыр шай ішейікші, мен басым ауырып кетті. Одан кейін ЗАГСке барып екеуміз қидырайық. Давай кеттік. Давай. Сорлы. Жауып қоймайсың ба есігіңде? Албастай. Бүкіл запчасын тастап болсаң кесе бол. Не болды бажылдап. Не істеп отырсың? Қонақ шақырып, арбыңда ма шей? Арым бар ғой енді сондай. Сразу келе қоймайды ғой енді. Өз сенетінде арым болады да. Не болды? Есіктерің ашық екен. Кіре салдық сөйтіп. Келіп қалдыңыз ба үндемей? Звондаса біреуің амайсыңдар ғой. Күйеу бала. Бізде анау тариф жоқ па, білмеймін. Гигабайттарың жоқ болса, ана Geekstreet'тен алмайсыңдар ма? Арзан ғой гигабайттары, 100 теңгеден. Опа. Тарифтерің жоқ болса, безлимит тариф салдырып алыңдар 3,5 теңгеге. Опа, реклама кетті. Қонақ шақырып отырсың, тағы да. Қойшы, келе қоймайтын сразу. Жезуға. Қатын бала шаланы тастап кетейін да. Бәлі. Не болды? Үйді абаласыздар сіздер. Келеміз, бақ құрайын мен. Әй бала, не отырсың? Үйдің бәрін жинап болды, шаңды барлығын сүрт. Дедім, алдымды жағайтсыға тұғандарға өткіз жерем. Үніңді шығарма, осыдан даусын шығар, таяқ жесің. Алло, Жан, қалайсың? Неме өтірік майысып тұрсын? Не өтірік күліп тұрсын? Деп күліп ғой. Мен сол бүгін күнні бойы үйге генеральный уборка жасап шаршап отырмын. Өтірік айтпа, үйді мен жинағам, жезде өтірік айтып отыр. Мырза, менің қарным ашты, маған жас тонер заказ беріңізші, 1000 теңге тұрады. Маған да бір жас тонер. Келді, рахмет. Дәмді
Бекенжан. Неге бөліспейсің? Мамаға айтам саған жігітіме сөйлесіп жатыр деп. Ей, сен бала, неге мен сөйлескен кезде мешак етесің? Қашан келеді еді сатушылар? Досым 1000 теңге шыға ма? Жолда қалып кетіп ем. Сені сұрап отыр ма? Көтеріп кетсің ғой 1000 теңгеге ма? Жоқ, телефонға бағасың ба? Сіздің телефоныңыз ғой негізі. Айбон, әкел. Мақұрыс. Ассалаумағалейкум. Қалайсың, амансыңдар? Абай мен ерлер киімдер дүкеніне қош келдіңіз. Мына үлкен баламды киіндіріп жатырмын. Қанша теңге бұл? 50 мың болды ана киімі. 50 мың? Жақсы ғой. Айтпақшы бізде 1+1 акциясы болып жатыр 6 мен 16 август аралығында. 50 мыңға келсе келесі балаңызда 50 мың теңге тегін киініп алады. 1+1. О, онда как раз ма кенже балам киініп алсын. Ес. Бәсі кенжесі ғой бетон. Үміттеніп. Тура соң қоңырын алайын. Қоңыр мына жердемін. Онда мен бір 100 мыңға киініп алайын өзіме. Болды киініп аласыз. Так, мыналар 100 мың болды. Тағы біреу тегін киініп алса бола ма? Так. Ойланып атсыз ба? Кімді киіндірсек екен, ей? Папам мен шығар енді. Кім бар мына жерлерде бір жақын? Оу, дамал жоқ енді. О, үміт пайда болды. Сәл не ақтыр, обидно болып тұр да біріз. Мен де енді. Пәлбом інім сен киініп аласың. Ойбайым саудагермін ғой, болмайды ғой. Ешпен ағым, ризамын. О, шеш. Молодец, өзің киініп ал, адушинан. Қой шеш. Абай мен ба? Молодец, мықты істеп жатсыңдар. Сәлем, тез таныс салайықшы, мен 20 минут уақытым бар, сабағым басталады. Сен мұғалімсің ба? Иә, мен мұғаліммін. Өзің туралы айта бер. Менің есімім Арман, мен фрилансермін. Естіп жатсың? Мен балалардың дәптері ғой, мен тез тексеріп салайыншы, сен айта бер, мен сені тыңдап отырмын. Мен 18 жасынан бері хайхилсқа қатысам. Дос, неменеге қайта бір қателікті қайталай береді мынау? Дастан 2. Бәрі нормально ма? Кешір, мән бермеші. Сол бос уақытында бачата билеген жақсы көр. Сабинаның мамасы, мен білмеймін оның кроссовкасы қайда екенін. Өзі ие болып жүрмей ма? Ата-аналар ғой осылай маза бермейді жазып. Ренжімеші, ары қарай жалғастыра берші. Сосын бос уақытында квадробикпен айналысып. Тоқташ, мен саған как раз айтайын деп едім. Мынау сенің маған жазған сообщениең, сәлем деген кезде әрпі жазылады. Одан кейін қалқалай емес, қалың қалай деп бөлек жазылады. Және де сұрақ белгісі қайда? Болама сосын ма деген демеші шыла бөлек жазылады деп мен саған неше рет айтам. Болды саған 2. Мынау қайта мен директорға шақырам. Ой, кешірші, менде бұл профессиональная привычка. Тоқташы, мұғаліммен кездескен біртүрлі екен, мен кететін сияқтымын. Иә, кете бер. Онсыз да мұғалімдерді жеке өмірге мүлде уақыт жоқ. Еще қазиға барып, қымызды презентация слайд көрнекіліктер жасау керекпін. Тоқта, жарайды. Сен соның барлығын әлі кейін өзің істейсің ба не? Қазір ұстаз 365 KZ деген сайт бар емес пе? Сол жерде мұғалімдер керек қымызы, аттестация, презентация, көрнекілік барлығы бар. Және әрбір материалды Қазақстанның ең үздік мамандары жасаған. Осы сайтты қолданған мұғалімдер сабаққа 5-6 сағаттан дайындалып уақыт құртпайды. Осы сайттан алып бірден қолдана береді. Осы сайтты қолдансаң, сенде бос уақытың көбірек болады. Бос уақыт деген не? Бос уақыт деген бұл жұмыстан тыс ештеңе істемейтін уақытың ғой. Мәссаған, енді мен сол сайтты қолданатын болам. Ойдай, перерыв бітті, мен онда кеттім, Босай тезірек, әлі жүрсің ғой, абылжып. Бақыра көрмеші, жай сөйлеші. Туалетке кіріп алайын қазір. Өлі, қандай туалет сағат 1-ге жазып қойдым ғана шаштарыңызға. Тезірек баршы, сояқтағы кіресің. Асықтырасың ғой. Бол тезірек. Бопты, жындық екен ғой. Қалай інім, амансыңдар? Ассалаумағалейкум, кіріңіз. Туалетке кіріп шасайын? Болды кіре беріңіз. Рахмет. Інім. Абдылап, қазір қойды. Тірлігім бітір олай, інім. Інім. Опа. Тыныштық па, не болып қалды? Кешір, інім. Кешір, інім. Үйдеген ғой. О, шеш. Пазорай. Мына жуып алайын барып. Не болып қалды? Қарабет болды, інім. Кешір. Сәлем. Үстіңе неге бағансың? Мен осы Майсатада официантпын ғой. 20 минут перерывқа шыққам. Давай тез танысайық. Менің есімім Айжан, мен сол офиста жұмыс жасаймын. Кешір, мен коллегаларым үлгермей жатыр, көмектескем ғой. Айта бер, тыңдап тұрмын. Жеген кайф қой. Обычно біз тасыған кезде есіне ескеріп қана жүреміз ғой. Мынау біздің Майсатта новый свет император деген қазір хит болып жатыр, бағасы 18.300 теңге. Шынымен дәмді екен. Мен жасым сол 26-та, осы Алматыда тұрам. Неге шіріп жатсың?
свиданияда отырсың ғой сен. кешелер дұрыс түсінбей қапты да. Азамат, дұрыстап түртпейсің ба ана 18-ші столда? Сонымен финансист болып жұмыс істеймін, таң атысы, кештің батысы. Басқа ешқандай да жаңалық жоқ. Той өзі не істеп отырсың? Профессиональный привычка ғой, кешелер. Ұмытып кеттім ғой свиданияда екенімді. Жұмыстамын деп тұр ғой. Тугиста Майсатода официант Арман мықты жұмыс істейді деп жазыласың ба? 30 бақ жазсашы. Жарайды, қалдырам. Рахмет. Ой, Соны төкпей, шашпай ішуге болмай ма? Бағана ғана сүртіп тазалап қойғанбыз. Қазір қанша официанттарға болсын тазалайды. Немене қолың қисық па или аузың тесік па, а? Просто шашпай тамақ ішу. Қиын ба соғысама? байқамай қалдым ғой. Профессиональный привычка. Ішімдегін айтып жүрмін. Той өзі. Немене бәле официантпен кездесу болмайды екен. Кетті мен, давай. Әй, тоқта! Чаевой бермейсің ба сонда? Осымен бүгінгі вайын батыл аяқталды. Сенің ойыңша кім жеңіске лайық болды? Арман мен Айжан ба, әлде Нұргелді Драгон ба? Пікірге міндетті түрде жаз.